бала кезімде бір дискомфорттық средада өстім. Сол кезде осы бір зат маған қатты ұнайтын, әсіресе ертегілер сияқты қылып жазу, қазақ фольклорын несін ойымнан пайда болып, жаңағы өзім фантастиканы көп сіңірген соң, жақсы көретін затым негізі оқыған жаңағы ғылыми кітаптер және жаңағы фантастика, түрлі кез келген фантастикалар. Әдебиет ешқашан қызықтырған емес. Әлі де қызықтырмайды. Біреу әдебиет туралы сөйлесіп жатса, не қылып жатса, мен қиналып кетемін, тұрып кетіп қалғым келеді да. Сондықтан бойыма бүкіл сіңірген заттарды жаза бастадым. Мектепте бір-екі рет орын ұтқам. Мен андай ең бұзық двоечник бала. Андай жазатын кезде ұтқаным бірінші рет сол болғанда, андай ресми мақтаныш грамота алуым ше. Мен сол кезде бір әлемдік фундаментім кішкене бүйтіп сынды да, бірінші рет маған андай стимул берді ғой, стимул берген жоқ, андай мен өзімді өте нашар адам деп ойлаймын ғой. Андай бұзық деп ше, сөйтсем мені линейкада Әділхан Бауыржан деп шығарады. Мен тек бұзықтық үшін линейкаға шығарып, андай сөз естіретін адам ғой, бұл жерде сасып қалдым кәдімгідей, негізі андай ештеңе істеп емем ғой деп. Содан кейін енді осы уақытта шығармашылыққа жақындаған соң, бір түндерде кейде де отырып жазатын, кейде бір отырсам, шабытым ұстап, біраз жазбайтын да, тоқтамайшы, соған таңғалатын. Бір кезде басқа да бір жазушылармен танысып, сөйлесіп жүрдім да, жалпы шеттен айтқанда бір бәле бар екен түсіндім бойымдашы. Түрлі заттар жаза беремін, сценарий, жаңағы манга, кітап.